Құмырсқа және жыланның емдік қасиеті сөз болса, оны Қытай медицинасының рецепті ретінде қабылдайтындар көп. Шын мәнінде қазақ медицинасы да құмырсқаны және жыланды емдік қажеттіліктер үшін пайдалана білген екен. Ендеше құмырсқа тұнбасын қалай пайдаланады? Құмырсқа тұнбасын суықтағанда, тұмауратқанда, ревматизммен ауырғанда терлеу үшін пайдаланады. Оны дайындауда өте оңай. Құмыраға жартысына келетіндей етіп құмырсқа саласыз. Үстінен толтыра спирт құясыз. Арақ болса да болады. Оны бірнеше күнге жылы жерге қоясыз. Бұл тұнбаны күніне 3 мезгіл 20-60 тамшыдан ішіп тұру керек. Немесе осы тұнбаға дәкіні батырып алып, ауырған жерге басуға да болады. Ал енді жылан етінің емдік қасиеті туралы не білесіз? Жылан етінің адам денсаулығын нығайтуда пайдасы зор екенін білеміз. Осы мақсатта кейбіреулер жаз шыға жылан етінен сорпа дайындап ішіп те жатады. Терлеп тепшіп ішкен осы тамақ ағзаны суықтан арылтып, буын ауруларынан, басқа да сырқаттардан арылтады. Дегенмен жылан етінің қаншалықты пайдасы бар, және оны қалай дайындау керектігін білмейтіндер де бар. Қазақ медицинасында жылан етінің рак ауруына да таптырмас ем екені де айтылады. Ол үшін жылан етін жүгері майына қуыру керек екен. Халық емшілерінің айтуынша кесілген жылан етін табаға салып, жүгері майына әбден шығарып қуырады. Содан кейін ауру адамға қуырылған жылан етін 5 күн қатарынан түс мезгілінде аш қарынға жегізіп отыру керек. Емделетін адамға жылан етіне дейін нәр татқызбаған жөн. Қуырылған жыланды жеп болған соң 2 сағаттан кейін ғана ет пен жұмыртқадан басқасын жегізеді. Жылан ет адам ағзасын жақсы тазалайды екен. Бірінші аптада 5 күн қатарынан, содан кейін 7 күн үзіліс жасап, осы ережеге қайта кірісу керек. Адамды рак ауруынан толық айықтыру үшін бұл ережені 4 рет қайталағанды жөн санайды. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Каналға жазылуды ұмытпасаңыздар, осындай пайдалы кеңестерді үнемі тыңдай аласыздар. Ең жақсысы ауырмаңыздар.